өте қатты қиыншылыққа ұшырады. Яғни біздің диқандардың тілімен маш канал деп аталады. Мына аудан әкімшілігіне мынау эфирді пайдаланып алғысымызды айта кетейік. Бүгінгі таңда су тапшылығы жоқ деп айтсақ болады. Жеңілдетілген аммиак селитрасы келіп жатыр. Бүгінгі таңға 118 болып белгіленген. Госагро сөйтіп әкелетін болып шешілді. Кезінде көтердіңіздер, жетпеді, қазіргі судың жағдайы қалай? Жалпы шаруаларға жетіп жатыр ма? Одан кейін мынау селитра мәселесі бойынша. Ол мәселені көтеріп жүрсіздер. О қалай болып жатыр? Мынау ағын су жөнінен өткенде біздің мынау ерте дақыл еккен, қауын қарбыз еккен диқандарымыз өте қатты қиыншылыққа ұшырады. Мына дер кезінде осы мәселені біздер көтеріп, оны мынау ауданның әкімдігі қолдап, облыстың мәслихаты хатшысы Нұралы Әбишев, Ермек Кенжеханұлы деген облысымыздан бастап бізді қол үшін көмек созғанның нәтижесінде мынау қазір мынау көріп тұрған тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған канал дейміз, атындағы канал дейміз. Яғни біздің диқандардың тілімен маш канал деп аталады. Осы шұғыл түрде, тез түрде іске қосылып, азаматтардың, мына мамандардың арқасында біздің қазір су жағдайымыз орын-орнына өзінің жөн жүйесімен дегендей бір халыққа бір жағдайда қазір орын алды. Бұл бір өте бір жақсы жетістік болды. Бұны айтайын деген менде кемшіліктер болды. Әрине жұмыс болғаннан кейін болады. Мына бір кейбір мамандардың жауапсыздығынан, салақтығы салдарынан сәл бір кемшіліктер орын алды. Бірақ жаңылдек айтқан мынау одақпен бірлесе отырып, мына аудан әкімшілігіне, оның бірінші орынбасары Елшібаев Тұрышбекке мынау эфирді пайдаланып алғысымызды айта кетейік. Содан кейін жаңылдегі селитра мәселесін айттыңыз ғой. Селитра мәселесі де өте ауыр болды алғашында. Бұл анау өздеріңізге мәлім жасыратыныз жоқ. Осы биылға дейін мынау алып сатар, ортадағы тасымалдаушы деген бір жүйеменен, шиеленісіп кеткен бір жүйеменен диқанның қолына өте артық қаражатпен, әурешілікпен келетін еді. Биыл осыны және де айтам, осы жерде мына біздің одақтың азаматтарының араласуымен, мынау және де әрине аудан әкімінің аппаратыменен, әсіресе облыстың мәслихаттың хатшысы Нұралы Әбишев, облыстың ауыл шаруашылығы жөніндегі орынбасары Ермек Кенжеханұлы өте қатты көмек қол ұшын созып, бізбенен ақылдасып, бізбенен кеңесіп деген сияқты байланыста болып, бұны да халыққа бір жүйеге келді. Бұл Аллаға шүкір деп айтуға болады. Бірен сара майда шүйде кемшілік әрине бар шығар енді, бірақ ол көш жүре түзеледі дейді. Оны да түзетуге әрекет қылып жатырмыз. Қазір біздің аудандағы селитра бағасы 118 теңгеден диқандар айтқан жеріне жеткеріп беріп жатыр азаматтар. Біз осыны жалпы бәріміз қадағалап, осындай бір кішігірім жетістікке қол жеткердік. Ол әрине оның бәрі біздің еңбегіміз деп айтып жатқанымыз жоқ. Ол жаңылдегі айтылған азаматтардың үлкен еңбегінің нәтижесі. Бұған дейін қаншамен келіп жатыр еді селитра? Бұл биыл мысал үшін ешкімге жасыратын жоқ, секрет емес еді. Бұл біз бұған жұмыла кіріспегенде 140-145-тен басталып еді бағада. Жаңылдегі, ол да жаңылдегі ортадағы делдалдар жеткеріп береміз деген жүйеменен, содан неменен 145-тен бастап еді. Енді ол жаңылдегі жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші. Біз бәріміз жұмыла кіріскеннен кейін қазір Құдайға шүкір 118 теңгеден диқан алып жатыр селитрасын. Осындай бір жетістіктеріміз бар. Жаңылдегі айтылған ауданның билігіне, облыстың басшыларына алғысымды және айтамын. Және де бұдан кейін елдің, халықтың қамын осы сияқты біргелесіп ұйымдассақ, ортаға
халықтың игілігіне үлкен мәселелер шешіледі екен, халықтың пайдасына. Оны біздің тәжірибе, өмірдің тәжірибесі көрсетті. Ағайындар осындай бір ауызбірлікте, ынтымақта болайық деген келеді. Мен мына Жетісай аудандық мақташылар одағы менен Диқандар одағының төрағасы Марат Бұқаров боламын. Мына бүгінгі таңда біз мына Жетісай ауданының әкімшілігіменен қоян қолтық жұмыс істеп, мына осы күнге дейін кешегі ертегі көктемдік мына қауын қарбыздарға судың жетіспеушілігі, тапшылығы болды. Ол уақыттарда мына әйтеуір келістіріп, мына Кадбас бятының суын қысқартып, мына жаңа қызыл құмаудылы округтеріне беріп жаттық. Бір күн ол жаққа, бұл жаққа, әйтеуір мына осы жерде әкімшіліктің де істеген істерін айта кету керек. Бұл жерде тоқталып өтетін негізгі мына Тұрышбек Елшібаев мырзаның өте көп көмегі тиді деп айтсақ болады енді. Жақсының жақсылығын айт деген ғой, мерей тасын деген. Ол кісілерге рахмет, көптен көп рахмет етеміз. Мына бүгінгі таңда судың мәселесі де Құда қаласа жақсы, жаман емес шешіліп жатыр. Мына облысымыздың жанындағы қазсушар бастығы Бедебаев мырза да келді. Мына республикамыздан келіп, Өзбекстан мен Қазақстан арасында келісім жұмыстарын жүргізіп, қазір сәл су қосылып, бүгінгі таңда су тапшылығы жоқ деп айтсақ болады. Мына Машканалда өте жақсы қосты, уақытында қосты. Қазір суымыз барлығы жеткілікті, әсіресе мына диқандарға. Енді мына қазіргі уақытта мына слитерамыз мәселесі, слитеранда мәселесі шешіліп, 118 теңгеден тасымалданып жатыр. Бұған да мына өзіміздің мына аудан әкімшіліктерінің септігі тиіп жатыр. Өте жақсы, көптеген көп рахмет. Осыларға да мына біздің одаққа, мысалы үшін бір одақтың енді жанындағы басшыларменен, жұмысшыларменен ешқандай көп нәрсе біте бермесе де, жоқ, рахмет, мына әкімшілік бізге бас бұрып, көптен көп жәрдем беріп жатыр. Мына ағын су тапшылығын түбегейлі шешу үшін не істеу керек? Бұл енді ағын суды түбегейлі шешу үшін бірінші очередте мынау 5 мемлекет келісіп жатыр ғой енді қазіргі уақытта. Енді ол негізгі олса, ол жақтан келетін суымыз, мына Достық каналынан келетін суымыз тұщы су, өте жақсы су. Енді мына неден, Машканалдан тартылатын суымыз енді сәл ащылау болады деп естіп жатырмыз ғой. Бұның енді түпкі несін шешу үшін бұл насосымыз тоқтамау керек. Постоянно істеп тұру керек. Постоянно істеп тұрғанда дайын болып тұру керек. Экстренный жағдайға дайын болып тұру керек бұл. Енді егер де ар жақтан Өзбекстаннан келіп жатса, екі мемлекет келісіп жатса, онда бұны қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын негізі. Бұл енді жерді сорландырады ғой. Ал бірақ енді жаңағы экстренный жағдайда дайын болып тұрса, қазіргі күнде дайын деп жатыр, барлығы дайын. Енді құрметті Жетісай ауданының диқандары 2023 жылы өткен жыл сияқты мына мемлекеттен сіздерге жеңілдетілген аммиак селитрасы келіп жатыр. Бүгін таңға 118 болып белгіленген. Кеше аудан прокуратурасымен біргелесіп, ауданның прокуроры шаруалар кәсіпорынның басшысы Төрехан мырзаменен Бұқаров Марат мырзамен біргелесіп, ауыл әкімдерін жинап, сөйерде біз кеңінен тақыладық. Неғұрлым арзан әкелсек, біз сонда шаруаларымызда тиімді болады деп. 118 теңгеден қазір барлық ауыл округтеріне біз заңның аясында тапсырма берілді. Бір кабинеттен бөліп, компьютерден білікті маманды қойып, сөйерде шаруаларды бәрін партылға кіргізіп, Госагро сөйтіп әкелетін болып шешілді. Егерде басқа да кәсіпкерлер әкеліп жатыр, 125-тен, 22-ден, 130-дан. Бірақ та енді 118 деген біздің шаруаның тиімді ғой енді. Арзан. Сол себептен мен барлық шаруа айтарым. Сіздер ауыл округтермен әрқайсы тұратын жерге хабарласыңыздар. 118 мың теңгеден сіздерге әкеліп беретін болады. Осы жөнінде біз хаттама түзіп, барлық ауыл округтеріне келісіп, бәрі заңның аясында біз келісіп қабылдадық. Міне енді алдағы уақытта 118 теңгеден келетін болады. Енді жоқ, біз енді келсеміз, бұрыннан 122-ден, 120-ден өздеріңіз әрімен кәсіпкер өзі біледі ғой. Бірақ та біз халыққа тиімді болсын, арзан келсін, халықтың жағдайын ойлап осындай аудан прокуратурасыменен ауданның прокуроры қатысты, орынбасары қатысты, жаңағыдағы шаруалар одағының төрағасы Төрехан мырза қатысты.
осы өшедегі өкілі Жетісайдан Бұхары Марат мырза қатысып, ауыл өкіліне осылай шешім қабылдадық. Алда уақытта бұл жұмыс арқалап жалғасын табады. Біз осы шаруаларға неғұрлым арзан жеткізсек, шаруаларға тиімді болады деп біз солай есептеп, солай шешім қабылдадық бүгінгі таңда. Қазір алды келіп жатыр. Мақтаарал округінде 118 мың теңгеден тоннасынан шаруаларға әкеп беріп жатыр. Бір жерге түсіріп, қоймаға сөзден шаруа өзінің тиісті аммиак селитрасынан алып жатыр. Енді қалған округтерде осы жұмысты жалғасын табады деп мен ойлаймын. Өткені олар бәрі қолдады ауыл округтері, шаруаларда бұны өте дұрыс болды, шешім қалғандан дұрыс деп осындай бір қуанышты хабар жеткізіп жатырмыз. Өткені неғұрлым арзан болса, шаруаларға тиімді деп есептейміз. Ағын су бойынша да бір ауыз айтып кетіңізші, қалай шешілді ағын су енді мәселесі? ағын су өздерің білесіз, кейінгі бір апта 10 күнде өте қиын болды. Мына Достық каналынан бізге білесіздер, біздің аудан ең шалғайдағы судың ең соңындамыз. Біз қиналдық. Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы келеді. Бізге енді біздің сұранысымыз 29 куб болатын. 28-29, өкінішке орай 15-17 куб кеп тұрды. Сол енді біз бірақ шаруалардың екен диқанкершілігі бақшасы қурап кетпеу үшін біз суды суарып болған диқандарға келісіп, су талап етіп жатқан жерге беріп тұрдық. Бірақ енді бүгін мына Маш каналды қостық. Ол жерден 12 куб су өтіп жатыр қазір. Мына жақта 15 кеп жатыр Өзбекстан Достық каналынан. Сонымен сұраныс толығымен қазір біз сұраныс беріп жатырмыз. Бүгінгі таңда ағын судан проблема жоқ десем болады. Проблема жоқ. Толық беріп жатырмын бүгінгі таңға.